Сәлем оқырман, бүгін біз сіздермен тағы да бір қызық оқиғамен бөлісетін боламыз. Видеоны бастамас бұрын арнамызға жазылып, қоңыраушамен лайк басуды ұмытпаңыздар. Телефон шырылдап қояр емес. Айым бір қарады да қайттан жатты. Қоңырау шалып жатқан пәтердің қожайыны екен. Тағы пәтер ақшасын сұрап жатқан болар. Қайдан табамын енді? Кімнен көмек сұраймын? Кім көмектеседі? Ақша алатын ешкімі жоқ. Бәрінің сенімінен шыққан. Енді таныстарына, туған-туыстарына хабарласуға бет жоқ. Ойынның бәрі жан-жақта. Не істеп қойдым мен? Қалайша алданып қалдым? Енді қалай күн көремін? Балаларымды қалай жетілдіремін? Жақсы жұмысынан да айырылдым. Енді қайда тұрамын? Ақымақ басым-ай, қайдан ғана жолығып едім Сабираға? Сол күн қайта келсеңізші, мұндай іске бармас едім. Не істеймін енді? Қайттым. Ойында мың сан сұрақ, бірақ осы сұрақтың ешбіріне жауап таба алмай отыр. Ойын қасына келген балалары бұзып жіберді. Анашым, қарнымыз ашып кетті деп келіп тұр екен. Оларды жақтырып отырған айым жоқ. Өз ойымен әуре болып отырғанда бұлар да жағаласып тұр. Ашуланған айым: не деген тоймайтын баласыңдар, қайдан аламын? Үнемдеп жесеңдерші, ертеңгі күнді ойлаңдар. Айналып келіп тамақ деп дегбірімді қашырдыңдар ғой. Тамақтан басқа бір нәрсе білесіңдер ме өзі? Ойнаңдар барып деп жекіп тастады. Анасынан сөз естіген ұлдары қайта теледидар алдына барып жайғасты. Балаларына қараған айым жүрегі ауырып кетті. Балаларымның не кінәсі бар? Мен ғой кінәлі. Ана Сабираға сенбеуім керек еді. Енді отырмын, бармағымды тістеп дейді. Қалайша бұлай алданып қалдым екен деп отыр. Не де болса тұрайын, бала жағыма еге болып тамағын жасайын. Қарындары ашып қалды ғой. Әбден ішіп жеп қалған ұлдар жоқшылыққа шыдай алмай отыр. Құрнанды тамақ сынбайды. Қашанғы жатамын, тірі адаммын, ізденейін, көрейін, қайта өз-өзімді қолға алайын деп орнынан тұрады. Ас үйге барып, үйдегі барымен базар қылып тамақ жасай салды. Балалары аш адамдай тақылдатып жеп қойды да көңілдері жайланып қайта кетті. Бүгін енді осылай тамағын бердім, ақша таусылды. Ертең не беремін деп тағы ойға шомылып кетті. Айым бір мекемеде айлығы жақсы жұмыс жасайтын. Өзі әп-әдемі, топ-томпақ, бетінде бір әжімі жоқ, әппақ келіншек еді. Жолдасы мен балалары кішкентай кезде дәм-тұсы жараспай ажырасып кеткен. Балаларын қалдырмай өзімен алып кетті. Содан бері балалары үшін күн демей, түн демей жұмыс жасап, жағдайын жасаған еді. Өз күшімен 2 бөлмелі үйді де сатып алды. Айлығы да жақсы. Не ішемін, не киемін деген ой да жоқ. Керемет өмір сүріп жатты. Сабира айымның жоғарғы оқу орнындағы құрбысы, өзі Астанада тұратын. Екеуі ұялы телефон арқылы сөйлесіп жүретін. Сабира бұрынырақ бір компанияға кіргенін айтып, қазір жағдайым керемет дейтін. Міне бүгін Сабира өзінің жұмыс бабымен сендер жаққа барамын деді. Қанша уақыт көрмеген құрбысын сағынған айым құрбысын күтіп алып, арқа-жарқа болып барлық студенттік жақтарын айтып, бір күліп алды. Айымның үйінде 2 күн болған Сабира үй бетін көрмейтін. Азанда компанияға кеттім деп кетеді, кешке көңілді болып келетін. Маған бүгін пәленбай ақша түсті деп бір айлыққа қарап отырған айым ақша деген сайын көзі қызып отыратын. Мен де қырып ақша тапсам, ештеңеден таршылық көрмесем, ұлдарыма үй жайына беріп, жағдайын жасап қойсам екен дейді. Сабира да әдейі көзін қыздырып, күнде табысын айта берді. Болмаған соң айым сұрады: маған да айтсаңшы, қалай мол ақшаға кенелуге болады? Менде таршылық көрмей, рахатыма өмір сүргім келеді. Соны күтіп отырғандай Сабира да саңқылдай жөнелді. Ауыз-аузына жұқпай сетевойдың қыр-сырын айтып жатыр. Айым отыр: оңай нәрсе екен ғой, жасауға болатын нәрсе екен, өтірік емес шығар. Көз алдында Сабира отыр ғой, қолыңның бәрі алтынға толы. Өтірік болса, бұл да шалқып жүрмес еді ғой, деді өзіне ішінен. Не де болса тәуекел қылып көру керек екен деп басы айналып отыр. Сабира айымға жаны ашыған құсап, осында қала бересің бе? Үйіңді сатып Астанаға кел. Екеуміз бірге жұмыс жасаймыз. Өзім сені жақсы жалақыға жеткіземін. Мұндағылар бұл компанияны түсінбейді. Одан да сол жаққа кел. Қалай байып шыққаныңды көресің. Қарада тұр, әлі күшті өмір сүретін боласың деді. Сабира тағы бір жеті болып өз үйіне қайтты. Кетеріңде міндетті түрде келетін бол. Қорықпа, маған сен деп тағы да айтып кетті. Айым
жұмысына барып жүр. Бірақ бұрын жақсы жалақы алатын сияқты еді, қазір сол жалақысы өзіне тым аздай болып көрінетін. Осындай жалақыға бола бір ай жүремін, неге Сабираның айтқанын жасамасқа деп бір сәт ойланып қалады. Өзім бәрін реттеймін, бәрін қатырамын деп кетті. Алдап кететін, танымайтын біреу емес, өзімнің құрбым. Не де болса бір рет тәуекел етсем болды емес пе деп ойланып отырды. Бір жағынан қорқып, бір жағынан көз қорқақ, қол батыр емес пе деп солай отырып Сабираға хабарласады. Үйді сататынын айтып, Астанаға баратын болады. Сабира, саған сенім артып отырмын, мен жолда қалмаймын, бәрін өзің реттерсің деді. Қорықпа құрбым, маған сен де келе бер деді. Екеуі келіскендей болды. Тұрған пәтерін жарнамаға беріп сатып жіберді. Екі баласын және киім-кешектерін алып Астанаға келді. Бірінші аз уақыт Сабираның үйінде тұрды. Кейін балаларымен бір айға пәтер жалдап кетті. Сатып келген пәтер ақшасын Сабираның айтуымен сетевойға салды да жіберді. Сабираның айтуы бойынша басында саласың, артынан шығады. Бір ай күтсең мол байлыққа кенелесің деді. Міне, ақшасының бәрін салып, енді қашан шығар екен деп күтіп жүр. Күнде Сабираға хабарласады. Менің ақшам не болды? Ұзап кетпесін, уайымдап отырмын. Ой, Айымка, маған сенсеңші, айттым ғой саған сәл күту керек. Бәрі бірденен бола қоймайды ғой деді Сабира. Міне, күтіп жүргеніне де айдың жүзі болды. Әлі хабар жоқ. Сабираға күнде хабарласудан шаршады. Күнде айтатыны бір әңгіме. Одан қалса телефонды мүлдем алмайтынды шығарды. Соңында тіпті телефон өшірулі болды. Жүрегі дүрсілдеп, не болып жатыр өзі? Ақшамды алып Сабира қайда кетті деп уайымдай бастады. Телефон неге қоспай жүр? Айымның шыдамы таусылды. Күтуден жалықты. Не де болса Сабирамен бет-бет сөйлесейін деп шешті. Тіке Сабираның жұмыс орнына барды. Есіктен кіргені сол, ол жер дүкен болып кетіпті. Өзі шатастым ба? Осы жер еді ғой деп қайта сыртқа шығып қарады. Жоқ, осы жер менің есімде, Сабирамен келгенде осындай келгенбіз. Мұна дүкеннен сұрап көрейін деп ішке кіріп жөн сұрасты. Сатушының айтқаны бойынша бұл жерге бір апта бұрын келіпті. Алдында не болған білмеймін деді. Амалы таусылған Айым енді Сабираның үйіне жол тартты. Есіктің қоңырауын басып әлі тұр. Ешкім шығар емес. Көршілерінен сұрағаны сол, оларды білмейміз. Соңғы уақытта көрмедім дейді. Енді не істеймін, үйінен кетіп қалған ба деп құр сүлдерін сүйретіп үйіне қайтты. Ертесіне тағы да келді. Олда да тура осындай жағдай. Содан бері не ас батпай, ештеңеге зауқы жоқ жатқаны осы. Бұрынғы томпақ, әппақ келіншектен түк жоқ. Қап-қара болып азып түтігіп кетті. Бүгін тағы жатыр. Барлығынан тығылып пәтердің ақшасы, біресе басқа қарыздарынан тығылып, қашанғы жата берсін, ұлдары үшін еңбек ету керек. Басын әрең көтеріп, бұйырғанын көрермін, барып арыз жазайын деп тергеу бөлімшесіне келді. Құрбысы Сабираның атына арыз түсірді. Ол бір емес, неше адам осы Сабирадан алданған екен. Тергеу жүргізіп, мән-жайды біліп, өзіңізге хабарласамын деп жіберді тергеуші. Енді тек күту қалды. Күтіп жата берсе де болмайды, бір әрекет ету керек. Қарызы белшеден асып жатыр. Үлкен қалада тек өзі қалғандай болды. Таныс ешкім жоқ. Не істерін білмей, өзінің бауырына хабарласты. Көмектеседі деп сіңілісіне қоңырау шалды. Тұтқан алған сіңілісі әрең шыдап отыр екен. Ұрса жөнелді. Бізді тыңдамай кетіп едің ғой, енді не болды? Керемет бай қылатын Сабира қайда кетті? Туған бауырыңды тыңдамай, құрбың жақын болып еді, енді неге хабарласып отырсың? Не үшін керек болып қалдың дейді. Айтатындым жоқ. Сіңілесі ұрысса, жөнімен ұрысып жатыр. Аузы жұмылған күйі үндемеді. Әбден ұрысып, ішіндегі ашуын шығарып алған сіңілісі, не болды? Не керек? Көмек керек пе деді. Қанша дегенмен бауыры ғой, жан ашып тұр. Бұл сөзін естіген Айым сөйлей алмай жылап жіберді. Арғы шетінде басу айтып, неге жылайсың? Боларсыз болды, енді өкінбе. Бұл саған өмірлік сабақ болсын деді. Өзін әрең басқан Айым арыз тастағанын айтып, одан қарызданып қалғанын айтып жатыр. Ақша бере тұр, жұмысымды реттеп алсам берермін деді. Ақшаны қайтарма, одан да пәтер ақыңды төле де кері қайт.
онда пәтерақы төлеу қиын болады. Менің бос тұрған пәтеріме келіп тұра бер. Үйреніп қалған жерің жұмыс табу оңай болады. Сондықтан ертеңнен қалмай жолға шық деді. Сіңлісінің айтқанын жасап, екі ұлымен киімдерін алып, қайта кері қайтты. Міне, содан бері жарты жылдың жүзі болды. Қайтқан ақшасы жоқ, әлі күтумен жүр. Айым сіңлісінің бос пәтерінде тұрып жатыр. Бұл оқиғада өмірден алынған. Оқиғада кейіпкерлердің есімі өзгертілген. Егер бұл видео ұнаса, арнамызға жазылып, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше оқырман.